Арнаға қош келдіңіз. Күндіз жұлдыз көрінсе. Сықақ әңгіме. Авторы Ғұмар Ахметшин. Гүлжихан екеуміз өмір бойы бір-біріміздің өкшемізді сипап, арқамызды қасып өтуге серт байласқанымызға ұзақ сонар уақыт болса да, әлі күнге дейін қосыла алмай-ақ келеміз. Махаббат отын маздатып, мың өліп, мың тіріліп жүріп, енді қосыламыз дегенде, ойламаған жерден бір кеселді кедергі аяғымызға шұлғау болып орала кетеді. Үйлену туралы алғаш рет әңгіме қозғалғанда менің орта мектепті тәмамдаған ғана кезім еді. Гүлжиханға оңашада отырып сырымды айттым. Жаным-ау, мен сенімен қосылуға қазір-ақ әзірмін. Сен үшін өкпемді бауырыма қосып, қуырдақ қылып беруге бармын. Дегенмен семья құру, үйлі баранды болу, күбідегі қымызды күпілдетіп пісе салу емес. Бұрынғылар оқығанның беті жарық, оқымағанның беті көн шарық деген ғой. Мен әуелі ең болмаса бір техникумның табалдырығын тепкілеп отырып, қолыма диплом түсіріп алайын. Сосын сол күні-ақ үйлену, үй болу қамына кірісерміз. Гүлжихан көп ойланбай-ақ, мынау ұлағатты сөз екен деп менің пікіріммен келісе кетті. Сәті түсіп, қолыма техникумның дипломын алған күні Гүлжихан жүгіріп келіп, еркелей мойныма асылып, құттықтаймын жаным. Ал енді үйленудің қамына кірісе береміз бе деді. Осы арада мен Гүлжиханға мынадай ғақлия сөздер айттым. Қына тасқа бітеді, білім басқа бітеді деген бұрынғылар. Мынау техникумның берген білімі қазандай басымның түбіне жабысқан қаспақ құрлыда болмай қалды ғой. Сонда не істемексің? Жұрттың көбінде техникум түгіл орта білім де жоқ қой. Олай деме жаным. Қайткен күнде де жоғары білім алып қалу керек. Сырттай түсіп оқы, бәрібір емес пе? Сырттай түсіп оқу үшін кітаптың сыртынан қарап, ішіндегісін білетін данышпан болу керек жаным. Мен сияқты салпетек, сауыты босбастар лекцияны күнде тыңдап, құлағын мақтамен тығындап алып отырмаса, миына ми қосылып жарымайды. Мың жасағыр Гүлжихан-ай, көп салғыласпай бұл ұсынысыма да келісе кетті. Уақыт деген желмая емес пе? Институтқа түсіп оқыған 5 жылдың шошаң етіп өте шыққанын сезбей де қалдым. Гүлжихан да ұзақ жыл бойы телміре күткен бақытын енді ғана алақанына түсіргендей, дипломым мен ромбигімнің сыртынан сүйіп-сүйіп алды да, енді тойымыз қашан деп мойныма асыла кетті. Гүлжихан-ау деймін, мен оның маңдайына төгіліп түскен қара шашын қақ айырып отырып. Біз енді өлсек көріміз бір, шықсақ төріміз бір жандарымыз ғой. Біз бармаған ЗАГСке Тоғайдағы торғайлар барар деймісің. Бірағың не? Тағы не айтқың келіп отыр? Гүлжихан-ау, жоғары білім алу да түк емес екен. Бүгінде аспирантура бітіріп, бір ғылым саласы бойынша кандидат атанбасаң, енді 5 жылда алдыңа салған бір отар қойды да баға алмайсың. Абыройыңның, дәрежеңнің өскеніне қарсы емеспін. Сенің дегенің ақ болсын. Мен күте тұрамын ғой деп, Гүлжихан бұл жолы да келісе кетті. Аспирантураны сәтті аяқтап, ғылым кандидаты дәрежесін алғаннан кейін Гүлжиханның төбесі көкке жеткендей болды. Мені құттықтап, құшақтап тұрып, енді күтетін ештеңе жоқ. Тезірек қосылып, түндігімізді ашып қойып, түтін түтетіп отырғанымыз жөн шығар. Солай емес пе жаным деді. Осы сәтте қаймаққа бал қосып ішкендей бір түрлі рахат сезімге бөлендім де, Гүлжиханның тамағынан иіскеп алып былай дедім. Біз егіз туып, бесікте бірге өскен туыстардай бауырласып кеттік емес пе жаным? Көбіне шыдағанда азына шыдайық. Мен ең алдымен жұмысқа орналасып пәтер алайын. Сосын ертеңіне қосыла беруге еріктіміз. Шіркін, Гүлжихан не деген шыдамды жан десеңізші. Бұл жолы да жұмған аузын ашпай келісті. Тәуір жұмысқа орналасып, жаңа пәтерде алдым. Оған телефонда тарттырдым. Гүлжихан үйді көріп, есі шыға қуанып, міне, енді бәрі де артта қалды. Енді көп созбай қосылайықшы. Жоқ жаным, әлі де сәл-пәл күте тұруға тура келеді. Гүлжихан маған шошына қарап, енді не бар күтетін деді. Гүлжихан-ау, шетелдік гарнитурасыз үйдің сәні бар ма? Я, бұл ақылыңда дұрыс деп ауыр күрсінді Гүлжихан. Шетелдік гарнитурада алдым. Бірақ әлі Гүлжихан екеуміз қосыла қоймадық. Өйткені мен бүгінде көлігі жоқ үй қанатсыз құспен тең.
бір жеңіл машина алғанша сәл шыдай тұрайық деп кезекті дәлелімді айттым. Әйел заты дүние мүлікке жақын болады ғой. Ол бұл ұсынысыма да қосыла кетті. Мен жеңіл машина алған күні Гүлжиханға: «Жаным, енді күндіз жұлдыз көрінсін, сосын қосылармыз деп едім. Мына ғажапты қараңыз». Ол бұл ұсынысқа да үнсіз келісім берді. Шіркін, не деген шыдамды жан еді менің Гүлжиханым. Сөйтіп, қазір күндіз жұлдыз көрінгенін күтіп жүрген жайымыз бар. Соңы